Биыл күз ерте келді. Жақында ғана адам төзгісіз ыстық болған сияқты еді. Күн тез суытып кетті. Құрғақ жел сарғайып жерге түскен жапырақтарды аспанға ұшырып жатыр. Бір жапырақ көліктің алдыңғы әйнегіне келіп жабысып қалды. Бірақ жел оны бірден одан әрі ұшырып әкетті. Тыңдашы, біз үлгіреміз бе? Деп айқыз ақылы автотұраққа тоқтап жатқанда күйеу жігітінен уайымдап сұрады. Елдар басын изеп қолымен көрсетіп, қалыңдығына бәрі оның бақылауында екенін айтты. Ғашық жұптар ортақ достарының мерейтойына асықты. Мереке саябақ маңында орналасқан мейрамханада өтетін еді. Ай өзінің лайықты орнын алуы үшін күн көкжиектің артына жасырынып үлгірді. Егер біз кешігіп барсақ ыңғайсыз болады. Бізге тағы кем дегенде 10 минуттай жаяу жүруіміз керек. Менде биік өкшелі аяқ киім, деп айғыз уайымдауын қоймады. Ол әр минут сайын сағатқа қобалжып қарап, ашуланып басын шайқады. Біз бірнеше минут кешігіп барсақ, жаман ештеңе бола қоймайды. Неге сонша уайымдап келе жатырсың? Біз президентпен кездесуге бара жатқан жоқпыз ғой? Сабырлы бол, текке уайымдай бермей, деп Елдар қызды тыныштандырды. Осы кезде күтпеген жерден ағаштардың арасынан 4-ші сыныпта оқитын 3 қыз бала жүгіріп шықты. Олар жастарға ентіктерін баса алмай, бір жағынан бойларын қорқыныш пен үрей билеп, көмектесіңіздерші өтінемін, деп айғайлады. Не болып қалды? Деп сұрады Елдар абдырап. Мына жақын маңда кішкентай қараусыз қалған үй бар. Біз мектептен шығып келе жатқанда кішкентай мысықтың балаларының мияулаған дауыстарын естідік. Бейшаралардың аналары жоқ сияқты. Қарындары ашып мияулап жатқан шығар, деп қыздар бір-бірінің сөздерін бөліп асығып сөйледі. Біз үйдің есігін аша алмадық. Аға, өтінемін, марғауларды құтқарыңыздаршы. Олар әйтпесе сол суық жерде аштан қатып өледі. Көмектесіңізші, деп қыздар оған жалынды. Елдар абдырап одан көмек сұраған қыздардың бозғылт тартқан толқыған жүздеріне қарады. Кенеттен оның ойына өзінің бала кезіндегі естелігі түсті. Елдардың да бір кездері әкесі әкеліп берген мысығы болды. Ол кезде ол 6 жаста еді. Бала ала мысығын қатты жақсы көрді. Оған жақсылап қарап қамқор болды. Бірақ бір күні оның ала мысығы ағашқа өрмелеп шығып, қайтып жерге түсе алмады. Елдар оған ағаш астында тұрып, үмітсіз қарап, оны өзі құтқара алмайтынын түсініп, бақырып жылап тұрды. Осы кезде оның жанынан өтіп бара жатқан ер адам жылап жатқан баланы байқап, одан неге жылап тұрғанын сұрады. Баланың көз жасының себебін білгеннен кейін, ер адам еш ойланбастан ағаштың үстіне шығып, жерге түсуге қорқып тұрған мысықты алып жерге түсті. Мысықты құтқару кезінде ол ер адам көйлегін жыртып алды. Бірақ оған еш ренжіген жоқ. Ол мейірімді күлімсіреп, жылап тұрған Елдарға сүйкімді мысығын берді. Оған оны қорғауды бұйырып кетіп қалды. Елдар кетіп бара жатқан ер адамның артына ұзақ уақыт бойы ризашылықпен қарап тұрып, оның нағыз батыр екеніне сенімді болды. Елдар, біз кешігіп бара жатқанымыз есіңде ме? Мейрамханада бізді күтіп отырған кезде мысықтарды құтқаруға уақытымызды жұмсау ақымақтық, деп ол күйеу жігітінің ойын бөлді. Ай қыз жаным, сен ақырындап бара бер. Мен қазір сәлден соң сені қуып жетемін. Маған сен, бұл шаруа көп уақытты қажет етпейді. Шамамен 10 минуттан кейін барамын. Жоқ, о не дегенің? Мен мейрамханаға жалғыз өзім бармаймын, деп ашуланған қыз қарсылық білдірді. Қыздар қолдарын шапалақтап, Елдар мен оның ашулы қалыңдығын шынымен де жақын жерде орналасқан қараусыз қалған үйге ертіп апарды. Ер адам оның қандай үй екенін бірден түсінді. Оның балалық шағында бұл үй пионерлер штабы болған. Құрметті тыңдарман, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, еңбегімді бағалаңыз. Каналға тіркеліп,
Әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Қазақша каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Елдар есіктің тұтқасын тартты. Бірақ есік ашылмады. Ол қатты жабылып қалған екен. Ер адам ұзақ уақыт бойы есікті ашуға тырысты. Ашу үшін көп күш жұмсауына тура келді. Содан кейін есік ақыры ашылды. «О, Құдайым-ау!» деп Айғыз кенеттен шошып айғайлады. «Үстіңе қарашы, не болды енді? Сенің ақ жейдең, ол енді ақ емес. Үстіңді былғадың ғой. Сен мына түріңмен мейрамханаға енді қалай барасың?» «Сұмдық-ай, ұят болатын болды. Сен бәрін бүлдірдің». Елдар үстіндегі жейдесіне бір қарады да, сосын қолын бір сілтеп ішке кірді. Содан соң ол телефонының жарығын жағып, кішкентай мысықтарды іздеп, бөлменің әр бұрышына жарық түсіре бастады. Бірақ көп ұзамай ескі үстелдің астындағы еденде бірдеңе жыбырлап жатқанын байқады. Жанына жақындап барып қарағанда, өз көздеріне өздері сенбеді. Шынымен де, нәрестелердің ақырын жылап жатқан дауыстары мысықтардың мияулаған даусына ұқсайды екен. Онда не бар? Кішкентай нәрестелер ме? Деп Айғыз таңғалды. «Жүр, тезірек полицияға қоңырау шалайық та, бұл жерден кетейік. Мен бұл лас, сасық жерде 1 минутқа да кідіргім келмейді. Бұл иіс қазір үстіме сіңіп қалады. Жоқ, мен бұл балаларды осында жалғыз қалдыра алмаймын. Оларға қамқорлық қажет. Одан да сен өзің жалғыз мейрамханаға бара бер. Менің атымнан да Айжан мен Қайсарды құттықтай сал. Содан соң, менің бара алмағаным үшін олардан кешірім сұрауды ұмытпа». «Не? Сен жындысың ба? Сен мені жарты жолда қалдырдың ғой. Мен бұл балалардың қауіпсіз жерде екенін көрмейінше ешқайда бармаймын», деді Елдар ашуланған қалыңдығына сұсты жүзбен қарап. «Сен өзің түсініп тұрсың ба? Бұл қорғансыз кіп-кішкентай нәрестелерді полиция келгенше қараусыз тастап кетсек, қандай жағдай болуы мүмкін екенін түсінесің бе? Жарайды, сен осында қал. Өйткені сен үшін қалыңдығың мен достарыңа қарағанда осы, тіпті ата-анасы керексіз қылып тастап кеткен балалар маңыздырақ болып тұр ғой», деп қыз айғайлап ашуланды. Содан соң ренжіп, асығыс шығып кетіп қалды. Елдар балаларды абайлап қолына алып, оларды тездетіп көлігіне апарды. Содан соң мектеп оқушыларының телефон номерлерін сұрап алып қалды да, оларды кеш батып қалған соң тезірек үйлеріңе барыңдар деп жібере салды. Ол кішкентай сәбилерді артқы орындыққа жатқызып, құлап қалмайтындай етіп орналастырып, өзі рөлге отырды. Кейін оларды жақын маңдағы балалар ауруханасына алып барды. Сапар тек бірнеше минутқа ғана созылды. Өйткені аурухана өте жақын жерде болды. Жолда ер адам полицияға қоңырау шалды. Қабылдау бөлмесіндегі шашын сарыға бояп алған ақ халатты сүйкімді сұлу қыз балаларды Елдардың қолынан алып, оларды тексеруге алып кетті. Көп ұзамай полиция да келді. Елдар оларға сәбилерді қалай, қайдан тапқаны туралы егжей-тегжейлі бәрін айтып берді. Олардың даусын мысықтың даусы деп шатастырып, одан көмек сұраған қыздардың номерлерін берді. Балаларды тексеру, одан полицияның жауап алуы, бәрі бірнеше сағатқа созылды. Бірақ бәрі бірде Елдар балаларда бәрі жақсы екеніне көзін жеткізбей, үйіне кете алмады. Оның жанына Қалима есімді жас медбике қыз келгенде сағат 10 еді. Ол шаршаған даусымен: «Балаларды тексеру аяқталды. Екеуінің де дендері сау, тек сәл тоңып, ашығып қалған. Бірақ еш алаңдамаңыз. Олардың қазір қарындары тоқ, жылы жерде. Сіз де бір кесте ыстық кофе немесе шай ішіп алыңыз. Қазір енді нәрестелерді тіркеу рәсімі жүріп жатыр. Бұл көп уақытты алады. Мен сізге астыға түсіп кофе ішуді ұсынамын». Елдар келісім ретінде басын изеді. Содан соң жастар астыңғы қабатқа түсті.
Хош иісті сусын ер адамды айтарлықтай жігерлендіріп, оның көңіл күйін көтерді. Елдарға ақ халатты ашық жарқын күлімсіреген қыздың кофе ішейік деген ұсынысы ұнады. Қалиманы оның полицияға қоңырау шалып кетіп қалмай, балаларды ауруханаға өзі әкеліп, олардың тағдырларының шешілуін шыдамдылықпен күткені таңғалдырды. Сіз кімсіз дейсіз бе? Бұлай таң қалатындай, мен ерекше ештеңе жасаған жоқпын деп ойлаймын. Бұлай менің орнымда кез келген адам болса да жасайды деп ойлаймын, деп ер адам қызарып кетті. Елдар ауруханадан шыққан кезде тым кеш болды. Ол қатты шаршады, бірақ балаларды сенімді қолға тапсырғанына риза болды. Ер адам саябақтың жанынан өтіп бара жатып, ертең достарына қоңырау шалып, бүгін болған жағдайдың бәрін түсіндіруім керек деп ойлады. Өйткені Айжан мен Қайсар бір нәрсе болса болды, көңілдері қалып, тез ренжіп қалатын адамдар. Бағдаршамның қызылы жанып тоқтап тұрғанда, Елдар мейрамхана жаққа қарады. Кіре беріс есік алды, жас қайыңдар арасынан айқын көрінді. Осы кезде есік ашылып, сыртқа оның қалыңдығы айқыз шықты. Бірақ ол жалғыз емес еді. Қыз таныс бір жігіттің қолынан ұстады. Елдар оны достарымен болатын отырыстарда бірнеше рет көрген болатын. Екеуі аулаға шыққаннан кейін құшақтасып тұрды. Ол қызды иемденіп, оның жіңішке белінен ұстап, құлағына бірдеңе айтып сыбырлап тұр. Елдар көргендерінен өз көзіне өзі сене алмады. Бір кезде оның ойына Айқыз өмір бойы бірге өмір сүргісі келетін қыз емес деген шешімге келді. Таңертең ерте оянғаннан кейін ер адам Айқызға қоңырау шалып, сабырлы үнмен: «Иә, білемін, мен саған тым ерте қоңырау шалып тұрмын. Бірақ менің ойымша, жаңа күн шындықтан басталуы керек. Сен екеуміз бір-бірімізге мүлдем сай келмейміз. Яғни енді біздің үйлену тойымыз болмайды. Сен біздің келісімімізді ұмыт. Сенің кеше мейрамхана алдында құшақтасып тұрған жігітіңмен бірге бақытты болуыңды тілеймін», деді де, ол енді бұрынғы қалыңдығының жауабын күтпестен телефон тұтқасын қойып жинала бастады. Бүгін демалыс болды. Бірақ ол таңертең балалар үйіндегі кешегі балаларға барып, оларға енді не болатынын білуге шешім қабылдады. Біреудің тастап кеткен балалары туралы ойлар ер адамға тыныштық бермеді. Елдар жаңа туған ұлы мен қызын лас, қараусыз, суық жерде қалдыруға батылы барған әйелдің түрін елестетуге тырысты. Ал балалар үйінде Қалиманы кездестіргенде ол таңданып қалды. «Сәлем, Қалима», деді Елдар қызға күлімсіреп, ынталы дауыспен. «Сәлем, Елдар», деп ұялып жауап берді қыз. «Мен сені осында көремін деп ойламадым. Мен де сені көремін деп ойламадым. Мен балалардың ендігі тағдыры туралы білуге келдім. Олар қалай? Мен де кешегі жағдайдан кейін үйде тыныш отыра алмадым. Олардың анасы табылды. Ол басқа қаладан осында оқуға келген, жатақханада тұратын 20 жасар студент қыз болып шықты. Ол балалардан бас тартатынын айтып, қолхат жазды. Қыздың баспанасы да, ақшасы да, туыстары да жоқ. Оған бұл балалар керек емес. Бұл өте өкінішті», деп Қалима күрсінді. Елдар бұны естігенде таңғалды. Ол балаларды ата-аналары алып кетеді деп үміттенген еді. Бірақ енді оларды күтпеген тағдыр күтіп тұрды. Ер адам бұған қатты ызаланды. Бірақ содан кейін балалардың бұндай безбүйрек анадан гөрі балалар үйінде немесе асырап алған отбасымен бірге тұрғандары әлде қайда жақсы болар еді деп ойлады. «Қалима, жақын жерде жақсы кафе бар. Егер сіз ешқайда асығып тұрмаған болсаңыз, бір шынаяқ кофе ішіп, шамалы әңгімелессек қайтеді?» деді Елдар жаңа танысымен қоштасқысы келмейтінін түсініп. «Әрине, жақсы болды ғой», деп жауап берді Қалима Елдарды қуантып. «Мен бүгін таңертең
үйден таңғы ас ішпей шыққан едім. Елдар мен Қалима кафеде бірнеше сағат отырды. Осы уақыт ішінде олар отандық медицинаны, білім беру мәселелерін талқылап, бір-біріне өздерінің ұнататын істері мен болашақ жоспарлары туралы айтып үлгірді. Жастар бір-бірін баяғыдан бері танитындай сезініп, жақын адамдар сияқты сөйлесті. Әр минут сайын Елдар Қалимамен бар уақытын бірге өткізгісі келетін қыз екенін түсінді. Жас медбикенің телефон номерін алып, сол күні кешке қоңырау шалды. Олар түні бойы телефонмен сөйлесіп, тек таң атқанда ғана бір-бірімен қоштасты. Ер адамның келесі күні жұмыста бақыттан басы айналып жүрді. Ол өзінің шынымен де ғашық болып қалғанын түсінді. Жастардың қарым-қатынастары тез дамып, екеуі де махаббатқа баспен кіріп кетті. Тек бір ой Елдарға маза бермеді. Ол күні-түні өз туған анасы бас тартқан егіз балаларды ойлады. Ер адам оларды тауып алғаннан бері, енді менің де олардың тағдырына қатысым бар деп санады. Ол үнемі мемлекеттік мекемедегі балалардың жағдайлары қандай болатыны туралы ойлады. Біраз уақыттан кейін ол егіздерді асырап алу туралы ойлана бастады. Бірнеше айдан кейін Елдар мен Қалиманың арасындағы қарым-қатынас келесі деңгейге өткенде, ер адам өзінің сүйіктісімен балалар туралы ойларымен, жоспарларымен бөлісуге шешім қабылдады. Қалима, ертең сәбилерге барайық, деп ұсынды Елдар. Бұл керемет ұсыныс. Мен де бұл туралы ойлап жүр едім, деп мойындады қыз. Сен екеуміз қанша балалы болғымыз келетінін ешқашан талқылаған емеспіз, деп бастады әңгімесін Елдар абайлап. Қалиманың бетінен сүйіп құшақтап сұрады. Мен өз үйімде балалардың былдырлаған үні мен сыңғырлаған күлкілерін естуді армандаймын. Неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы, деп Қалима сүйкімді күлімсіреді. Сізге екі футбол командасы керек екені анық, қыздар мен ұлдар. Әрине, бұдан ешқашан бас тартпас едім. Мен сондай-ақ егіздерді асырап алғым келеді. Шын айтып тұрсың ба? Деп Қалима қуанып айғайлап жіберді. Содан соң басын көтеріп, оның жауабын күтіп тұрған ер адамға таңданып қарады. Шынымды айтсам, мен бұл туралы балаларды алғаш көрген күннен бері жасырын армандап келемін. Мен ол кішкентай нәрестелерді шын жүректен жақсы көріп, оларға көңілім байланып қалды. Олардың балалар үйінде өсуіне жол бергім келмейді. Елдардың бақытты болғаны соншалық, ол қызды құшағына мықтап қысып, екі бетін кезек-кезек шөлпілдетіп сүйе берді. 3 күннен кейін жастар АХАШ бөліміне өтінім беріп, некелерін заңдастырды. Ал 1,5 айдан кейін Елдар мен Қалима үйлену тойларын жасады. Тойға тек жақындарын ғана шақырды. Содан кейін жас жұбайлар бірден бала асырап алуға қажетті құжаттарды жинап, олардың үйінде бірден ұл мен қыз балалардың пайда болуына дайындала бастады. Бірнеше айдан кейін ғана олар егіздерді заңды түрде өз қамқорлықтарына ала алды. Көп ұзамай кішкентай Жанар мен Жанат олар үшін өз үйлеріне айналған ыстық ұяларына көшіп келді. Осылайша Елдар өз бақытын жаңылмай тапты. Енді олар толық әрі бақытты отбасы болды. Соңы. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Және де әңгіме тыңдағанды жақсы көретін таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мені қолдайтын әр оқырманыма мың алғыс.